Келінге де рахмет, азанда уақытында, түсте уақытында, кеште уақытында беріп тұрды. Балаларға қарамаса да, сол үйдегі кішкентай ақыларға қарамаса да, сол қаның тазаланған суға беріп тұрды. Азанда, түсте, кеште беріп тұрды. Нормальный қылып сақлады. Енді мама дейді екіншінім алғанда деп отыр, келінім қызығып отыр. Жұмысындағы адамларам хайран қалып отқан, бұл хайран қалып отқан. Бәрін ізіне ертіп, ол мен енді баламды жамалаған емес. Бұл арақты қойып, мес қойған сол жерде. Қалай қойдың деп, басқаларам бір хайран таңғаларлық болып отқан бұған. Бұл енді кейін ала көбірек ішіп кетіп еді ғой, мебельде істейтін еді ғой, мебельде. Сөйтіп, хау деп біреуіне, бұл қалай қойып жүріпті, бұл қалай бұл деп ме таңғалып отқан. Енді Құдайға шүкір, айта берейін десем нетемен. Ойбей, Аллаға шүкір Құдайым со. Енді мен келін айтқан кешегіде, ішесем бе, ішкің кеп тұрма десе, яғау, сөйлей бермесеңа деген ғой, енді елі зайып сөйлеседі ғой. Енді бізге және бір плакон керек болып тұрды. Әзірше менің жағдайым аз-маз нелеу, бір-екі күннен аларман. Енді со адреске барып ала беремен бе? Енді бір плакон асам, Құдайға шүкір, енді әстен жақсы, бұрынғысынан жақсы. Және біреуін ала қояйын деп едім. Со адреске барып аламыз ба? Кешегіде жаңағы қонаққа барып еді. Қонаққа барған екен, бір 4-5 адам отырған. Ішпеймен депті ғой. Іше алмаймын, ішкім келмей тұрыпты депті. Біздің бала. Қуанып жатырмын. Енді айтып жатырды, енді олам, түрлері дым жақсы болды әзірше. Дым жақсы. Және бір плакон асам бекен деп отырман. Келінім алайық біреуін дейді. Енді бір-3 күннен бір ақша түссе және барып алғым кеп отырды.